Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Асқабақтың сезоны басталып, не пісіреріңізді білмей отырсаңыз, онда бұл видео сізге арналады. Асқабақтан осындай жұмсақ пирог дайындаймыз. Менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге керек заттар: май, ұн, асқабақ, жұмыртқа, қопсытқыш, кукурузный крахмал, шекер қажет болады. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Бірінші табамызға ұнды салып, майды ұнға ауната отырып, електен өткізіп аламыз. Електен өткізілген майды ұнмен жақсылап үгітеміз. Ұнның үстіне 3 қасық шекер салып, үстіне қопсытқышты салып, бір жұмыртқаны жарып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Иленген қамырды пакетке салып, жарты сағат морозильникке қалдырамыз. Сол аралықта асқабақты дайындаймыз. Туралған асқабақты ыдысқа салып, үстінен толтырып су құямыз. Ыдысымызды отқа қойып, асқабақ піскенше қайнатамыз. Қамырымызды ыдысымызға жайып дайындаймыз. Алмасын дайындаймыз. Піскен асқабақтың үстіне 3 қасық шекер салып, кукурузный крахмалымызды салып, үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып, бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Дайын болған салманы табамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат пісіреміз. Осымен біздің асқабақты жұмсақ пирогымыз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Менің каналымдағы пайдалы рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліңіз. Ас болсын.